Құрметті алматылықтар, әріптестер, кезекті онлайн дәрісі қазақ халқының бау тоқу өнерін көріп тыңдауға шақырамын. Қазақ халқының қолтаңбалы өнері саласындағы тоқыма түрінің бірі бау тоқу өнері. Аталмыш дәрісімізде дала мәдени тағылымнан сыр шертетін баулардың көркемдік композициясымен ерекшеленеді. Айталық басқұр, ақ басқұр, қызыл басқұр, кежім теру, қажы басқұр сияқты бау түрлері тіршілік өмір салтында маңызды да мәнді орын алады. Бағзы заманнан қалыптасқан түрлі баулардың қолтаңбалы өнерде де алар орны мен және мәні ерекше. Олардың жасалу әдісі мен тәсілі атауларына қарай тоқылымы негізделген. Қазақстан Республикасының музей-мұражайларында тоқыма бұйымдардың түрлері өте көп. Айталық еліміздің ірі музейлерінің бірі Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер музейі қорында өзіндік көркемдік композициясымен, келісімді өрнегімен, дәстүрлі нұсқасымен ұлттық ерекшелікті сипаттайтын жәдігерлер 1970-80 жылдар аралығында Қазақстанның барлық аймақ өлкелерінде жүргізілген экспедициялық жұмыстар кезінде жинақталды. Қордағы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың екінші жартысына дейінгі тоқыма бұйымдардың көркемдік ерекшелігін, олардың тұрмыста қолдану негізін танып білуге, зерттеуге еліктіреді. Қорда бірнеше өрнектерден құралған, өрнектік композициялары қайталанып салынбайтын ақ пен қызыл басқұрлар, сондай-ақ терме, кежім терме, желбау, кереге баулар өзіндік сәнділігімен сипатталатын дәстүрлі нұсқалары сақталуда. Бұл аталмыш бауларда қос мүйіз, сынық мүйіз, қаңқа, омыртқа, толқын, қармақ, ит құйрық, тұмар, балдақ өрнектермен үйлестіре үндестірілген. Жалпы алғанда шеберлер тоқыма бұйымдарды көркемдеуде заморфтық, өсімдік, геометриялық, космогендік мотивтегі әрбір өрнек түрлерінің нышандық және мән мағынасына қарай қолданған. Өрнектер тіршіліктегі наным-сенімнен қалыптасқаны тарихтан белгілі. Байырда өмір сүрген тайпалардың бұйымдарға шынайы бейнелерді сүйреттеуден рухтық қуат алу, табыну, қорқу, жігерлену, көру, қабылдау, ондағы тылсым дүниенің құбылыс болмысын қасиет тұту әрекеттерінен айқындалған. Міне осылай қалыптасып туындаған өрнектер стилизациялық пішінге айналғанмен, наным-сенімдік әрекет халық арасында әлі де жалғасып келеді. Адамзат өзінің сана сезімнен қоршаған ортаның тепе-теңдік үйлесімділігін, үндестігін, рухани құндылығын ұрпаққа мәңгілік аманат еткен. Біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықтың алғашқы ширегінде Еділ мен Алтай өңірінде мал шаруашылығымен айналысқан тұрғын тайпалардың әртүрлі материалдарды меңгеріп өнер кәсібімен айналысты. Қола дәуірі ескерткіштері алғашқы рет 1913 жылы Андриянов бастаған археологиялық қазба іс-шарасында табылған. Ғылымда шартты түрде Қазақстан жеріндегі қола дәуірін Андронов ескерткіштері деп 1927 жылы Сергей Александрович Теплохов енгізген болатын. Сонымен қатар 1927 жылы археолог Михаил Петрович Грязнов, 1944 жылы Сергей Иванович Руденко Қазақстан, Орта Азия, Сібір жерлерінде археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді. Далалық қола дәуірінің хронологиялық тарихы 3 кезеңге бөлініп қарастырылады. Ерте кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 18-16 ғасырдағы Петров мәдениеті. Орта кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 16-12 ғасырдағы Алакөл Атасу, Нұра мәдениеттері. Соңғы кезеңі біздің заманымыздан бұрынғы 12-8 ғасырлардағы Бегазы Дандыбай мәдениеттері.
Қазақстанның Андронов мәдениетін сондай-ақ тарихшы археолог Әлкей Хақанұлы Марғұлан, Кемел Ақышев, Анна Максимова, Абдулманап Оразбаев, Хасан Алпысбаев, Карл Байпаков сияқты тағы басқа зерттеушілердің еңбектерінде нақтыланған. Андроновшылар үй тіршілігіне қажетті бұйымдарды жасауда мал жүнін өңдеп, жіп үйіру және өсімдік жемістер сөліне, қола тотығына бояп түстеуді, тоқу әдістерін, теріні өңдеу, киімді түрлі түсті жіппен әдіптеп тігуді қалыптастырды. Осыдан тоқу құралы, жіп үйіру ұршықтың пайда болғанын табылған жәдігерлерден байыптауымызға болады. Киіз үй кейінгі қола дәуірі біздің заманымызға дейінгі 12-9 ғасырда пайда болуы сол кездегі ағаш тұрғын үйлердің нұсқалары айқындалғаны. Сақ, ғұн, қаңлы тайпалар өмір сүрген дәуірінен бастап белгілі болғаны тарихта айтылып кеткен. Көшпенділердің тіршілік салтында оңай құрастырылып жиналатын үлгілерінің болғаны Геродоттың жазбаларында да айтылған. Ол ақ киіз ораған ағаштың астында өмір сүреді деген. Көшпелі тұрғын жайдың бұдан кейінгі эволюция барысында біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың өзінде-ақ белгілі және тіршілікте орны маңызды болған киіз үй және оның жабдықтарын дайындау кәсібінің қалыптасып өркендеу кезеңі мәлім болғанын байқаймыз. Тіршілік болмысында орны бөлек бұл бау түрлері киіз үйдің бір бөлшегі болып саналады. Әрбір тағылатын баулардың киіз үйдің сәнді келбетіне қарай орнымен және атқарар міндетіне қарай қолданған. Айталық, негізінде киіз үйдің баулары артығымен немесе орынсыз бей-берекет ілініп тағылынбайды. Қазақ халқының ұлттық тоқыма өнерінің алғашқы қалыптасқан түрі ол қарапайым баулар. Жоғарыда аталып кеткен құр түрлерінен басқа өрмекке және өрмексіз тоқылатын тоқыма бау түрлері өнер ретінде зерттелініп немесе қаралып жатпайды. Атаулары аталғанмен жасалу жолдары ел арасында жай жалғасып келе жатқандығы бар. Өрмекке тоқылатын құрлар және оған жанаса киіз үйдің көркін беретін жіңішке бауларда өрнектеліп сәнді етіп тоқылған. Бау киіз үй сүйегін бекіту үшін пайдаланатын ширатылған жіптен тоқып жасайтын түрлер. Сонымен сипаттар болсақ, таңғыш немесе кереге бау керегелердің арасын біріктіру, киіз үйдің есігінің бір жақтауынан екінші жақтауына дейін кереге сыртынан айналдырып таңатын жіңішке баулар. Оны терме бау немесе құр деп атайды. Кереге баудың екінші түрі шашақталған бау. Ол кереге мен уықтың қосылған жеріне сән үшін байлап іледі. Уық бау. Уық алақаны тесігіне байланып, сол баумен уықты керегеге шалып байлайды. Екінші уық бау, уықты кереге мен шаңыраққа бекітіп болған соң, уық арасын бір келкі қашықтықта таңып байлап шығатын бау түрі. Ол 3 елі жалпақтықта тоқылады. Оны шалма немесе иық бау деп атайды. Үзік бау 2 немесе 3 жерден айқастыра тартып шаңырақ пен кереге арасына байлайтын терме бау. Үзік бау сонымен қатар туырлықты байлауға да қолданады. Жел бау өрнекті, төгілмелі, шашақты құр. Шаңырақтың 3 жерінен байланып керегеге асады. Бір жағынан киіз үйге ерекше сән береді. Оның негізгі міндеті дауыл кезінде шаңырақты салмағымен басып тұру. Есік бау киіз үй есігінің 2 жақтауынан керегеге байлап бекітетін жіңішке бау. Олар 4 немесе 7 таспа жіптен тоқылады. Тастама киіз есігін жоғарыдан шаңыраққа арқылы маңдайшаға байлайтын бау. Бұл кереге бау тәсіліменен тоқылады. Түндік бау түндікті белдеуге
тағылатын таспа тәсіліменен тоқылатын бау. Негізі біз білетін басқұрлардың ұзындығы 4-5 метрден 10 метрге дейін, ал ені 20-40-60 сантиметр болып келеді. Сонымен қатар желі жұпталып санағанда тақ тартылады. Мәселен, ені 40 сантиметрлік терме басқұрдың ортаңғы желі жібі 25, 35, 41 сан сияқты тақ келеді. Бау тоқу үшін материалды дайындау бірнеше үрдістерден тұрады. Яғни қойдың көктем қырқылым өлі жүнін жуып тазалау, сабау, түту, тарау, шүйкелеу, ұршықпен иіру, келептеу, бояу, ширату. Дайын болған жіптерді тоқылатын бұйымның көлеміне қарай өрмекке салынады. Бау тоқу өрмегі кілем тоқитын құрылғыдан ерекше. Арасы 3-4 метрлік қашықтықта орналасқан қазық қадаларға жіпті айналдыра орап жүргізеді. Оны жіп жүгірту деп атайды. Ал қазықтың біріне қосымша жіңішкелеу келген мықты ағаш қадап, ерсі қарсы желі жібін бөліп байлап отырады. Оны күзу салу деп атайды. Жіп жүгіртіп болған соң, өрмектің айыр бел ағашына күзуді орналастырып, өрмек жіптердің екі басына ағаш өткізіп, екі жаққа тартып қазыққа байлап бекітеді. Өрмекке тоқылатын бұйым көлеміне қарай және өрнек салынатын есебіне қарай түсті жіптер құрады. Күзу шыбыққа шалынған жіп пен қарсы жіптің арасын шатастырмай бөліп тұратын жалпақтығы бір сүйем жарты құлашта ағаш тақтай салынады. Оны адарғы деп атайды. Ал серу өрмектегі жіптер арасына салынып, қосып тартып байлап қоятын ағаш. Серу шыбық тоқу барысында жіптердің босап кетпеуі үшін тартылады. Сондай-ақ бау тоқу өрмегінің тағы бір құралы ол қылыш. Жалпақтығы бір сүйем, ұзындығы жарты құлаш келген кәдімгі қылыш пішінді ағаш. Бұл кілем тоқу кезінде қолданылатын тоқпақ сияқты құрал. Тоқылып отырылған өрнекті теріп алған соң арқа өткізіп, бар күшпен қылышпен соққылап қаққылайды. Осыдан қақпа әдісі негізделген. Ал теру ағашы белгілі өрнектерді теріп салу үшін қолданатын зат. Осыдан терме, кежім теру атауы қалыптасты. Өрмекте алмасқан желі жіптердің арасына салынып отырылатын жіпті арқау деп атайды. Тоқу өнерінде бұйымның өрнектерді дұрыс шығу үшін арқау жіптің рөлі маңызды. Дәрісімізді әрі қарай шеберлік сағатымен жалғастырамыз. Киіз үйді құрғанда сүйегін сәндейтін баулардың кейбір түрін және оның тоқу әдіс тәсілімен таныстырамын. Дәрісте айтып кеткендей, баулардың аталымына қарай түрлері өте көп. Соның ішінде шаңырақ шашағына тағылатын, уық алақанына байланып керегеге бекітетін, келіншектердің қос бұрымына тағылатын жемелек бау және кереге бау, есік бау сияқты бау түрлерінің тоқу тәсілдерін қолмен, яғни өрмексіз тоқылатын түрлерін тоқып көрсетемін. Біз жіптерді дайындап алдық. Енді мынандай жіңішке ағашқа жіптерді тізіп байлап аламыз. Бірінші шегінен көк жіпті байлаған кезде екі жіпті ортасынан суырып аламыз да бекітіп шығамыз. Кішігірім бау тоқу үшін біз ағашқа әртүрлі жіптерді байлап алдық. Тоқитын бұйымымызды қыстырып қою үшін бізге қағазды қыстыратын кәдімгі қыстырғыш керек. Оны біз тоқитын бұйымымыздың дайындау үшін ағашқа қыстырып, біз екеуін қыстырамыз. Содан
дайындап алған жібімізді осының ортасына кіргізіп бекітіп қоямыз. Бұл біздің тоқуымызға ыңғайлы болу үшін және ары бері шығып кетпеу үшін осындай қазіргі кезде жаңа әдістерді қолдануға болады. Енді екі жасыл жіп ортасындағы соны бірінші айқастырамыз. Біреуісін жоғарыға шығарып қоямыз, өйткені бұл жіп сол жаққа қарай жүреді. Біз оң жаққа қарай жүреміз. Өйткені бірінші жіп астында тұр, екінші жіпті үстіне жібереміз. Қызыл жіпті астына, тағы бір қызыл жіпті үстіне, біреуін үстіне, біреуісін астына жіберіп отырамыз. Ол кәдімгі өрмек тоқыған кезде желі жіптің ерсі қарсыл орналастыратын жіптер. Соны біз қолмен тоқып, сол өрмек ағаштағыдай техникаменен ары қарай жалғастыра береміз. Енді біз сол жақты тоқитын болсақ, үстіңгі жіп үстінде тұрса, оны біреуін астына жібереміз. Сол сияқты ары қарай жалғастыра береміз. Тоқып алған жібімізді шетке шығарып қоямыз. Өйткені бұл жіптер шеткі ою-өрнекті түсіріп тұрады. Тағы да ортасындағы жасыл жіпті тоқып шетке қарай шығарамыз. Енді бұл жерде ескеретін мәселе, бірінші астында өткен жіп қайтадан үстіне шығады, үстіне өткен жіп астына түседі. Ал арқаудың орнына біз тоқып отырған жібімізді пайдаланамыз. Келесі тоқылатын бауымыз бұл шаңыраққа ілінетін шашаққа арналған бау. Сонымен қатар уықтың алақанына тағылатын және оны керегеге байлап бекітетін жіптердің бір түрі. Бұл жіптер әртүрлі техникада тоқылады. 4 таспада және 7 таспада. Енді мен сіздерге көрсетемін 7 таспа жіппенен тоқылатын бау түрін. 7 таспа деп отырғаным бұл жіптен құралған. Әр жіпті саусаққа киеміз. 7 жіпті
Оның біреуі ақ жіп қылып алдым, қалғанын 6 жіпті мен қара жіп қылып алдым. Енді әрбір жіпті біз саусағымызға киеміз. Бұның қалған жіптерді аяғын түйіп, оны бекітіп қоямыз. Бұл бекіткен кезде жіп қозғалмай, әрсі тартқан кезде жіп ары-бері жылжып кетпеу үшін жақсылап қыстырып қоямыз. Енді бұл жерде ескеретін бір мәселе, саусақпен тоқылатын бау болғаннан кейін біздің саусағымыздың біреусі бос болады. Сол саусақпенен осы жіптерді теріп тоқимыз. Тағы да мұқият қараймыз. Жіптердің арасынан өткізіп, ең соңғы жіпті іліп шығарып аламыз. Оған дейін саусақтарымызбен жіпті ауыстырып аламыз. Саусақтағы жіптерді ауыстырып алмау керек. Сонда тоқылған өрнек өз қалпында түседі. Енді бұл тоқылып отырған бау 4 бұрыштанып, қырланып түседі. Келесі тоқылатын бауымыз бұл қақпа әдісіменен тоқылатын жалпақ баулардың бірі. Бұндай баулар керегенің арасын бекіту үшін соныменен шаңыраққа және керегенің арасына бекіткен уықтарды бір-біріменен құлап кетпеу үшін, болмаса қисаймау үшін осындай жалпақ бауларды шалып байлап қойған. Сондай бір баулардың тоқу технологиясымен таныстырамын. Енді бұны біз өрмексіз кәдімгі қолмен тоқитын түрін көрсетемін. Енді қазір біз шиге жіптерді тізіп байлап аламыз. Байлау әдісі өте қарапайым. Шалып байлаймыз. Енді бұл жерде мен қызыл мен ақ түсті алып отырмын. Қақпа әдісінде бір түсті жіппен де тоқуға болады. Жіптердің бәрін тізіп алдық. Енді шеткі арқау ретінде қолданатын жібімізді тоқылатын бауымыздан сәл ұзындырақ қылып аламыз. Өйткені арқау жіп тоғып біткенше жету керек. Енді мен қазір кішігірім ғана көлемде бауды тоқып көрсетемін.
Өйткені бұндай баулар 2 метр, 3 метр тоқылады. Енді осыны біз бекітіп қоямыз. Енді арқау жіппенен оңды солды жіпті теріп тоқимыз. Біздің арқау жібіміз ақ жіп, қызылды үстіне, ақты астына. Енді қызылды астына, ақты үстіне жібереміз. Енді қалған жіптерді өріп, аяғын шашақтауға болады. Енді мен сіздерге осы қалған жіптен 2 түрлі өрімді көрсетемін. 3 қызыл, 1 ақ аламын. Төрт таспадан тоқылатын бұндай өрімдер көбінесе қамшы өруге қолданады. Шеберлік сағат барысында біз 7 таспадан тұратын бау тоқыдық. Сол сияқты 4 бұрышты болып шығатын 4 таспадан тоқылатын бау түрі осы. Тағы бір 4 таспадан тоқылатын баулардың бірі. Бұл да өзінің өрнегіменен сәнделіп түсетін жылан бауыры деп ел арасында айтылып кеткен. Соның қалай тоқылу керек екенін көрсетемін. Басы кәдімгі шаш өрімі. Сосын астынан алып, үстіне жіпті шығарамыз. Шетіндегі жіпті қызыл жіптің үстіне қоямыз.
Баудың аяқ жағын осындай әртүрлі баулар тоқып аяқтадық. Бұндай бауларды кереге мен уықтың арасын сәндеп тұратын шашақты бауларға арнайы осылай тоқылады. Енді біз жалпақ өрнектеліп тоқылған бауларды көбінесе айтып кеттік. Кереге бау, есік бау, уықты шалып байлап қоятын бауларда арнайы осылай 2-3 метрден тоқылып отырады. Енді негізінде көбінесе қолданылатын жеті таспалы жіптен тоқылатын бұлар шаңырақтан түсіп тұратын шашақтарға, есік бауларға, дорбаларға, сонымен қатар қоржындардың, кейбір керме қаптардың ауыздарына құлып ретінде осындай бауларды тоқып тігеді. Бұл баулардың қазақ халқында ең көп тараған, әсіресе көп қолданылатын баулардың бір түрі. Енді жаңа айтып кеттім, жылан бауыр қып тоқитын бауларды көбінесе жаңағы керегенің, есік пенен керегенің арасындағы байланысты мықтылап байлап қою үшін де осындай жіптерді қолданылады. Енді әрине ол жіптер сәл жуандау, қатты ширатылған мықты жіптерден тоқылады. Шеберлік сағатымызда әртүрлі бауларды тоқып көрсеттім. Бүгінде бұл тоқыма бұйымдар ұрпақтар сабақтастығында мәңгі жалғасқан мәдениетіміздің өшпес ізі, ерекше дәстүрлі нұсқасы ретінде музей қорында сақтаулы. Мұны халықтың генетикалық және қарым-қатынасындағы байланысты көрсететін дерек ретінде қабылданады.